Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәмі өте ерекше, уақытты көп қажет етпейтін осындай керемет французша ет тағамын дайындайтын боламыз, яғни мясо по-французски. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен протеинді майлап аламыз, түбі жабысып қалмас үшін. Кейін картоптарымызды тазалап, осылай жұқа етіп турап осылай орналастырып шығамыз. Арасын осылай алшақ болғаны дұрыс. Бірінің үстіне бірі шықса, онда піспей қалуы мүмкін. Кейін тұздап, осылай бетіне майонез жағып, осылай жағып шығамыз. Кейін тартылған ет саламыз. Егерде тартылған еттеріңіз тұздалған болса, бетіне тұз сеудің қажеті жоқ. Бетіне кейін пияз саламыз. Пиязды да осы еттатқыштан өткізген кезде бірге тартып жіберсеңіздер болады. Кейін тағы да майонез жағып, содан соң картоптарымызды қайтадан бетіне осылай орналастырып шығамыз. Және тағы да бір слой майонез жағамыз, осылай жұқалау етіп. Кейін бетіне осылай жұқа етіп туралған, менде мұнда замороженный помидорлар, осылай орналастырып, бетіне майонез жағып, қызып тұрған пеште 1 сағаттай пісіреміз. Кейін картоп жұмсарып піскен соң, кейін үккіштен өткізілген сырды осылай бетіне сеуіп, тағы да 5 минуттай ұстаймыз. Кейін осына берсеңіздер болады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен болған Салтанат. Видеоны лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.